Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір ғұлама болыпты. Ол барлық халықтың, жан-жануардың, жәндіктің, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Ол бір құмырсқаны ұстап алады да, «Сенің белің неге жіңішке?» деп сұрайды. «Қомағай емеспін», дейді құмырсқа. «Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?» деп сұрайды. «1 жылға жеткізер едім», дейді құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы қапты. Әр берден кейін бірде-бірде мұртын, аяғын қимылдатады да, құмырсқа орнынан тұрады. «1 дән маған 1 жылға жетеді деп едің, жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай?» деп сұрайды ғұлама. «Ие, ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің қалім әлде қайда жақсы болған болар еді. Бірақ сен 1 жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан-босқа аштан өлген болар едім. Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым», деп жауап береді құмырсқа. Ғұлама құмырсқаның шыдамдылығы мен қанағатына қайран қалыпты. Содан кейін ол қанағаттық қасиетін бүкіл адам баласына үйретіп